Soyuz спираль деп концерт қойып, барыңарды кіршіңарды жылдырды. Оққан кішінің бары таң қалды. Оқып не деген тема қойған деп. Негізі бұл сөзді бірінші шыққанда қандай қабылдаған болса, осы жөнінде концерт. Мен как жаңа қадимгілі спираль елестеттім. Союзды жазып қондыр бай. Негізі Союз темір дәуірінде именно темірді тема қылып тұр. Мен дағы темір жөнінде айтқым келіп шықты тұрғандар. Алла Тағалам әрбір өзі жаратып тұр. Жаратқанда мындай мейірімін төгіп қойған екен. Қадимгідей Аллахтың сипаты өтіп, адамдар дағы осы Аллахтың бір қандайды бір емесіне ұқсас деп айтышады да. Осы Аллахтың пенделері дағы бір нәрсе ойлап тауып жаратышады. Аларды жасаған үшін мейірім төгіп. Ал жасалған бұйымдағы адам ұқсас болады екен да. Мен нені айтып отырмын? Мен мұны адамдар ойлап тапқан автомобильдер, машиналардағы адам ұқсас болады екен. Мен изілдеп көрдім. Мысалы, Мерс деген машина бар ғой. Мен ұшыларды емеге ұқсас тұрамын. Андай мектепті іштеген, компанионды іштеген, мөлбұлақта іштеген байкелер бар ғой. Аккуратный, тықан, менде толық емес, жарашықты, жашнағай, көзге соның көрінеді қамдай. Мерс ошоғылыр екен да, ошол екен. Анан мұны фит дегенде емеге ұқсас тұрдым. Фит бұл шаардық жеңелер. Кәдімгідей шаардық жеңелер. Шаардың бір қарасаң бияғынан бұяға ташып отқан, қайра бияғынан бияға ташып отқан қызматтың бардығы фиттер болады. Яндекске қосылып алып тұра, бұл шаардық жеңелер. Ал эми жүгілілер, бұлар айылдық жеңелер. Қаншалық крастетіп қоғыз тұзыңдылар, бары фиттің жанында білініп қалады да. Жана Hyundai деген корейский машиналар бар ғой, жана фары менің көзім оқшаған узкий болымдайлар. Бұлар кімге оқшаш білесіздер? Бұлар Дордойдо 2 контейнері бар, шаарда 1-2 салон іштеткен жеңелері оқшаш. Кәдімгідей боянған біліп алған, жуғын сепчикалар таққан ежелер бар ғой. Апкел, любой бүтіріп қойыңыз, бияқ апкел деген. Ошо жеңелері оқшаш. Ал эми жана Форш деген машина білесіздер, баллондың үсті бұлчық, фарларда бұлчық, барпайған мұндай. Бұлар ботекс қойдырылған жеңелері оқшаш. Степ, бұл кімге оқшаш? Степ, жап-жаш тұрып, жетіні түреген жеңелері оқшаш. Бар ғой жана жеңелер, үстіне бірді көтеріп, жоғына бірді көтеріп, бияғына бірді, дабыраны етшіті олғанындай. Түйшікчіл бардығыны көтеріп жүріп өреді ғой. Степ тоқшындай. Бишкектен болған тапқанының барын жүкті алып баткенге бияғы атбашқа кете өресін сақылдаған ойды. Степ бұл қадимкелі жаңағы жаш батыр жеңелер. Ананы Passat, Audi Старушка, Audi жаңағы 80 деген машиналар, бұлар бұны емеге оқшаш. Мұнағы Лев Толстойда іштеген байкелер бар ғой. Bir жадағы байкелер оқшаш бұл. Анан маршрутка деген машина, маршруткалар, 185, 135 деп, ел аңшылақ болған маршруткалар бар ғой. Бұлар жаңағы қызының баласын деле, баласының баласын деле. Апкел, мен бағып берем, апкел. Бар, денсаулығың барды іштеп кел. Ажырашқан сенілеу екен деген бағы. Чоң апа, тайнелер бар ғой. Бардығында батыр өреді, кел деп. Құтылы ошол екен да. Ана машиналардың ең жақшысылы азыр мода болып отқан китайский электроавтомобиль. Бұл мен мұны жаң келген келін оқшаштырдым. Жаң келген келінде қатимкідеймде үйін шықпайды, қайдесің үйін шықпайды. Расход жоқ. Бұл ғынлы кетшінде сайып қойшын керек. Зарядқа дейм, апа. Қоғыра, мен чаптыр үйбе келелі. Зарядқа. Үшіндай темірді орда жашамады бұзар енді. Рахмат тұғандар. Үші Союзды концертіне айтамда үшіні қаншадан бер даярдан өттім әлі. Жақшы, мақсатыма жеттім. Білесіздер, Союз өкөз бір айылдан біз. Союз өкөз сүйлешіп қалғандары айылдағы кішілер жөнінде сүйлешіп қалабыздар. Сүйлешіп қалса
Силер айылдар менен сүйлөшпөйт белеңер деп башып. Сүйлөшчү, бирок Союз экөөбүз чындыгында экөөбүз тең 11 классты бир мектепте окудук, бирок такыр экөөбүз сүйлөшпөпүз. Ана эми бир айылдан болгондон кийин мен мындай бир айылды эстеткен нерсени айтайын. Мен айылды эстегенде көбүнчө мынабу биздин апалардын тарбиялары жөнүндө көп айткым келип калды соңку учурда. Себеби салыштырганда билинет экен да. Мисалы бизди укмуш кылып тарбиялаптыр апаларыбыз. Аябай тарбиялаптыр да, мисалы мындай тарбия бар эле го. Билесиздерби мындай бейбаштык кылып, шоктук кылып, анан элдин көзүнчө мындай сүйлөй берген болсоң, аталарыбыз, апаларыбыз, "Эй, жөнө тур. Жөн апай. Уят болбойбу? Уят" деп атып, азыр байкап көргүлө, кыргыздын уулу менен кызы бардык уялчак. Оюн айта албайт. Себеби детский удар болгон бизге. Кадимкидей травма болгонбуз биз. А чоңо ер жетип эле бирдекени айтайын десең, "Эй" десе токтоп калчу деп турабыз да эмне. Уялчакпыз тугандар. Ушундай кылып тарбиялаган. Дагы бир тарбия бар эле, мен күлкү менен келе берет ошого жана. Тиги такыр тентекти кылып тага чурга тыпыраганда, "Эй, жүрү тур. Ана. Ана. Бөө келет. Ана, азыр ап деп кетет" дейт го ана. Бөө өзү міне. Мен 38ге чыктым, бир да бөөнү көрө элекмин эле. Жөн эле коркуп жүрө бериппиз. Филалдан чыкканда билесиздер, постоянно тердеп кетем го. Неден тердейт десеңер, семиз болсоң тердейсиң да дей беришет. Раз адам семиздиктен тердейт, бирок экинчи жагы уялганда тердейт экен. Себеби биз уялчакпыз, айттым азыр эле уялчак кылып тарбиялаган. Негизи бага муун алмашкан сайын билинет экен. Азыркы жаштар тугандар бизден да уялчак. Мен ыраазы болом. Маршруткадан көп байкам, маршруткада кетип аткан болсоң, кокус маршруткага улуу муундун өкүлдөрү кирип калган болсо, азыркы жаштар уялгандан көзүн жумуп берет монтө эле. Анча-мынчалар аксакалдардын бетин карай албай, конечно кече монтуп карап кетет. Ансыган уялып кеттим, кезек берейин турганда бизге 5 мүнөттөн убакыт берилген. Рахмат ага.